Әрине біз үшін мына білімдер газетінің орны қазір ерекше болып келе жатыр. Біз бұл газетпен ынтымақтаса жұмыс істеп келеміз. Қанша жыл болды. Бүкіл осы газетке барынша осы өзіміздің біздің педагогикалық орталығының курстарынан өтіп жатқан барша педагог қызметкерлерге, басқа да қызметкерлерге осы білімдер газетіне біз жазылу туралы насихат жүргізіп келеміз. Олардың бұл газеттің қандай екенін, қандай мақсатта жұмыс істеп жатқанын, осы газетке жазылу арқылы өздеріне бір жақсы ақпараттар алатынын жеткізіп келеміз. Әрине бұл заманда газеттердің көп, газет журнал деген көп. Біз Қазақстанның өзінде, өзіңіз мониторыңыз бойынша 200-ден астам журнал шығады екен білім саласында. 100 деген осындай газет шығады екен. Соның ішінде қазір осы білімдер образованный страна газеті озық болып тұр. Неге? Өйткені бұл газет өзінің жаңағыдай ізденімпаздығымен, жаңашылдығымен жақсы көріліп келе жатыр. Және де газеттің аты ол газет болып қала береді. Әсіресе қазіргі кезде электронды газеттер дейміз, электронды порталдар, сайттар өте көп. Кейде соның бәрін адам өзі қол жете бермейді, оны қалай да ала бермейсің. Ал газет не? Мысалы осы бір аптаның ішінде шыққан бір газеттің өзі қолында тұрады әрқашанда. Жазылсаңыз, оның ішіндегі қаншама дүниелер, қаншама жаңалықтар, қаншама ақпараттар да өзі қасыңызда тұрады. Бұның газеттің әлгі пачка тігінін өзі тігіп сақтай білуші едік қой. Кез келген уақытта сол газетті алып, осы нөмірлерді қарап, өзіңе керекті ақпараттар тауып отырамыз. Міне сол үшін бұл білімдер газеті де сол бұрынғы өзіміздің жаңағыдай үйренген әдетіңіз бойынша бетін айқара ашып, осы газеттің оқып, осы газеттің ішіндегі жаңалықтарды, осы қажетті дүниелерді тыңдаудың өзі бір ғанибет деп есептеймін. Сондықтан осы газетті қашанда осы газетке жазылуды ұмытпаңыздар.